Сәлем студенттер, сіздермен бірге Гиппократ каналы. Бүгін біз Вали екеуміз сіздерге сабақтарды, жүйелерді, мүшелерді рет-ретімен түсіндіруді бастаймыз. Алихан? Бүгінгі бізде тақырып бүйректі алдық, ең бірінші тақырып болып. Күн сайын біз әртүрлі жүйелерді алып талқылай беретін боламыз. Бүгінгі тақырып бүйрек болады. Оны өзім бүгін түсіндірем, Вали ендігі жүйелерді өзі түсіндіретін болады. Кеттік онда. Бүйрек тақырыбы, бүйрек анатомиясы, қанмен қамтамасыз етілуі және қызметтері туралы айтамыз. Бүйрек бізде жұп мүше. Олар екеу. Бүйрек бізде қанмен қамтамасыз етілуі, ол аортадан тікелей алатын мүше болып табылады. Яғни қанды аортадан тікелей алады. Мынаны аорта деп ойласақ, міне. Осылай тікелей алады, оны артерия реналис дейміз. Міне бүйрекке келіп құяды. Кейін кішкентай артерияға, артериолаға тарап, уже нефронға барады. Бүйрек бізде астаушасынан, тостақаншасынан тұрады, сосын қыртысты қабаты мен мыйлы қабаты болады. Келесі анатомиялық құрылымы, яғни пирамиданың ішінде бізде нефрон болады. Нефрон бізде фильтрацияға жауап береді. Зәрді құрастырады, яғни зәр өндіріледі бұл жерде. Организм бүйректің қызметтеріне келейік енді. Бүйрек бізде аортадан тікелей қанды алады. Сондықтан бірінші қызметі үлкен қан айналым шеңберін тазалайды. Үлкен қан айналым шеңбері дегенді мен қысқаша айтып кетейін. Бұл сол жақ қарыншадан басталған қан, оң жақ жүрекше келуін айтады. Сол үлкен қан айналым шеңбердегі қанды осы бүйрек тазалайды бізде. Қан айналым шеңбері туралы тақырыпта толықтай мен жүрек тақырыбында ендігі сабақта айтамын. Екіншісі ол бізде фильтрация. Фильтрация нефронда болады. Нефрон ол бүйректің құрылымдық элементі. Яғни, мына пирамиданың ішінде миллиондаған нефрон болады. Барлығы зәрді өндіріп атады. Яғни, қанды фильтрациядан өткізіп атады. Это как қамырды, ұнды електен өткіземіз ғой. Сол кезде ұн қалады ғой, тасының барлығы түсіп қалып. Сол секілді керек емес нәрсені организм нефрон арқылы шығарып тастайды. Керек элементтер қайтадан қанға өтеді. Қайтадан қан тамыр жүйесіне өтеді. Мына жер түсінікті. Қызметі, үшінші қызметі бүйрек бізде эритропоэтинді өндіреді. Эритропоэтин деген ол бізде эритропоезді белсендіреді. Яғни ол деген сөз мына қанның формалылық элементтерінің өндірілуіне қатысады. Соны активтейді. Осының арқасында, эритропоэтиннің арқасында организмде эритроцит өндіріледі. Сосын тағы бір системасы бар, тағы бір қызметі, ол мына ренин-ангиотензин жүйесі. Бұл деген бізде қан айналымында қан қысымды реттеп отырады. Егер бізде мысалға аортадан қан көлемі аз келсе, бүйрек оны бірден сезеді, сөйтіп ренинді бөледі. Ренин бізде бауырға барып ангиотензин 1-ді ангиотензин 2-ге айналдырады. 2 деп қойын, ангиотензин 2-ге. Ал ангиотензин 2-нің қызметі, естеріңізде болсын, ол тамырды тарылтады. Яғни үлкен тамырды осылай кішкентай қылады, сөйтіп кішкентай тамырдан қан тез өтеді, сөйтіп қайтадан давленияны көтереді сол арқылы. Қан қысымды көтеру үшін бізде ренин өндіріледі. Осы негізгі 4 қызметі бар, тағы да көп қызметі бар негізі. Мысалға D витаминінің активтелуі де осы бүйректе болады. Одан кейін осы пирамидада болатын нефрондарға келейік. Бұл бізде нефрон бүйректің құрылымдық элементі болып табылады. Құрылымдық бірлігі. Мысалға жүйке жүйесінікі ол нейрон. Бүйректікі нефрон. Нефрон деп қойдым, шатаспаңыздар, нефрон. Бұл бізде көрсетілген мына капсула баумені дейді. Осы жерде бізде осы капсуланың ішінде біріншілік моча пайда болады. Оған келетін әкелуші артерия мен одан кететін әкетуші артерия болады бізде. Әкелуші артерия осы жерге келіп мына капсуланың ішіне кіреді. Осы капсуланың ішін енді көрсетейін. Міне капсуланың іші. Капсуланың іші былай кескенде, міне осы рисункты көреміз. Мынау жақыннан көрсетілген формасы ғой. Міне әкелуші көптеген тамырлар келген, міне қызылмен көрсетілген. Көптеген артерия келген, оның сыртын подоцит қаптап тұр. Және мына жерде мезенкиалды клетка бар. Міне қарамен көрсетіп тұр ғой. Бұл мезенкиалды клетка, бұл тамыр, бұл подоцит. Подоцит тамырды осылай қоршап тұрады, міне көкпен тұр ғой, қоршап тұрады. Осы подоциттен
бізде керек емес элементтер өтеді манағы. Керек емес токсиндер өтеді, аммиак, креатинин. Ал формалық элементтер ғой, қанның кәдімгі эритроцит секілді немесе белок, олар мына подоциттен өтпейді да қайтадан қан тамыр жүйесіне қарай өтіп кетеді. Қайтадан қанға өтеді. Ал керек емес токсиндер, аммиак, креатинин, біріншілік су манағы көптеген, олар нефронға қарай өтеді. Сөйтіп ол проксималды каналға барады. Осы жерде бізде екінші фильтрациядан кейін, бірінші фильтрация болады мына жерде, капсулада фильтрация. Фильтрация капсулада болады. Кейін екінші процесс басталады, мына шумақшаларда, мына шумақша барлығы. Мына шумақшада ол бізде реабсорбция дейді. Реабсорбция. Яғни бұл деген сөз қайта сіңірілу. Манағы біріншілік мочада көптеген литрлап бізде су сіңіріледі ғой. Енді ол су бізде қайтадан организмге сіңірілу керек, потому что су организмге керек. Қайтадан су сіңіріледі, міне мына жерде нефронды қоршаған бүйткен артерия, әкетуші артерия ғой. Әкетуші артерия келеді да, мына шумақшаны осылай қоршайды, міне осылай қоршайды да. Осы реабсорбцияға нефронның ішіндегі бүкіл су осы қайтадан артерияға барады, сөйтіп ол қайтадан венаға құйылады, сөйтіп бауырға кетеді, қайтадан қан тамыр жүйесіне кетеді. Проксималды каналша генлі ілмегі, сосын дистральды канал. Әрқайсынан кальций иондары, натрий иондары қайтадан сіңіріледі организмге. Ал мана қалған аммиак, креатинин дегендер жалпы түтікшеге келеді, жалпы жинаушы түтікшеге келеді да. Нес бағырға барады, сөйтіп қуыққа барады да, шығып кетеді организмнен. Қысқаша осылай бүйрек. Бізде осыны білу керекпіз. Мысалға мынау бізде капсуланың іші ғой. Көкпен бейнеленген подоцит, қызылмен манағы артерия, мына мезенкиалды клетка болады ортасында. Бұл мезенкиалды клетканың қызметі иммундық қызмет. Мысалға бізде гломерулонефрит деген ауру бар. Гломерулонефритті туындататын бета-гемолизис стрептокок. Оның антигені келіп осы жерде мезенкиалды клетканы активпеп жібереді. Ол мезенкиалды клетка көптеп бөлініп кетеді. Осы жерде мезенкиалды клетка осылай тұрады, осылай пролиферацияға ұшырап кетеді. Оны ертең гистологияда да түсіндіреміз. Бүйрек бізде маңызы осылар, нефронның қызметі осылай. Яғни нефрон бұл бізде зәрді өндіреді, керек емес артық суды, артық токсиндерді, креатинин, аммиак секілді организмге зиян веществоларды шығарып тастайды. Бұл бірінші видео. Студенттер, мені қолдап жіберіңіздер. Егер түсінікті болса, сіздерге ұнаған болса, сіздерден лайк және коммент күтемін. Ары қарай дамимыз. Мен бүгінгі видеоны қарап, қателіктерін түртіп алып, оны жөндеймін. Поэтому осы, көп рахмет. Нема өтіп көп? Жақсы сұқпай. Қиып аламыз, енді мен жайым жақында.